келумай. Давайте былай істейік. Рашид ағам 50-ге толып отыр ғой. Бәріміз екі қол жоғарыға көтеріп тұрып, 50 жас құтты болсын деп бір қол салайық. Ал той құтты болсын. Сез музыки. Ал, қош келіп жатсыздар. Той қуаныш құтты болсын. Қадамдарыңыз алаң нұр бітсін. Бүгінгі той, бүгінгі қуаныш. Кімге қандай сыйлық берем, кімге қандай тілек берем, кімге қандай подарка берем деген сұраққа өздеріңіздің көкелеріңізде жауап тауып келіп жатсыздар. Мен осы Рашид ағамның атынан алтындай уақыттарыңызды бөліп, осы тойға ат салысуға келген әрбір жанға басымызды иіп алғысымызды білдіреміз. Қош келіп жатсыздар. Рахмет баршаларыңызға. Енді құрметті ағайын, 4-те деген тойымыз құдайға шүкір 6-да басталғалы жатыр. Енді уақыт созбайық, әдеттен озбайық. Баршамыз орнымыздан тік тұрып, мойнымыздан нық бұрып, бүгінгі именинникті 25 жасқа толып жатқан жігітті өзінің құрдастарымен барлығымыз танитын шығармыз. TikTokта жұлдыз болып жүрген, TikToктың гүлі болып жүрген, жанды дауыста ән шырқап, бүкіл Қазақстанды таң қалдырып жүрген Теміртаудың Тынымгүл деген сұлу красавицасы бар. Сол қыздың керемет әнімен ортада 76-ның қыз жігіттері. Ал қол соғыңыздар, той құтты болсын. Ал Рашид аға, той құтты болсын. Шапалақ қайда? Сенің жауың маған дұшпанға соғар. Мына біздің достығымыз секілді, баламызда бір-бірімен дос болар. Менің досым, мен шайтаған, менің досым, сені сенен мақтанам. Досым, биік толғырым, досым, барлығынан жақсы адам. Сен үшін басыңа бақынсын де, өмірде тек жақсылықтар болсын де. Бізді Құдай қосқан шығар досыма, мың адамдар шын достықты көрсін деп. Менің досым, мен әрке шақтаған, менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның биік туған тұғырым, менің досым барлығынан жақсы адам. 76-лар той құтты болсын. Менің досым, мен әрке шақтаған, менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның биік туған тұғырым, менің досым барлығынан жақсы адам. Менің досым, мен әрке шақтаған, менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның биік туған тұғырым, менің досым барлығынан жақсы адам. Молодцы. Рахмет. Красныларға қосылмаңыз. Красныларға қосылмаңыз. Сол өздерімен. Так, Рашид аға алдыға шығыңыз. Мәні, класстастар ма бәрі? Ең жасы өзіңіз екенсіз, кішкене әдемі көрінетін. Алдыға шығыңыз. Рашид ағам танып тұрған кісілер болса бір қол соғып жіберіңіздер Рекеңе. Алашымды отырғызып жаныңа, той берейін саған ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұң өмірде әкелерім қанына. Әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына.
Әйеліңізді албасаңызшы, еркекпен билеп не аласыз шынымен? Достары келсе әйелін ұмытып кетеді өзі. Еркектер осындай қуаныш құтты болсын. Реке 50-ге емес, 25 жасар жігіттей құлпырып жайнап тұрсыз. Мына класстастарыңыздың арасындағы ең жасы өзіңіз деп айтып жатырмын ғой жаңа. Құтты болсын тойыңыз, қуаныш құтты болсын. Құдай қаласа, ердің жасы 250 дейді, 100 жасында да тура осылай тойлап, қуанышпен 76-лардың басын қосып жүре беріңіз дегім келеді. Осылай елдің алдында жарқырап, 50-ге толып, енді елге қызық қой бәрібір. Кімнің арқасында осылай жадырап, жап-жас болып жүріңіз? Бірінші Құдайдың арқасында. Аха, бірінші Құдайдың арқасында. Сосын Енді қалғандар осы ағайын туыс көршілердің арқасында негізі. сіз тани ма негізі? Араласасыздар ма негізі? Былай сіз қасында тұрсаңызшы. Жаным, немересін албаңыз, немерелеріңіз қасына. Өй, жаным, немересіне бір қол соғып жіберіңіздер. Міне красавицаға. 50 жас құтты болсын. Жігіттер, қыздар, сіздерге Алла разы болсын. Дос деген осындай болады. Бір дос бар мұрныңнан қан кеткенше, бір дос бар қалтаңнан мал кеткенше, ал бір дос бар кеудеңнен жан кеткенше дейді. Нағыз достарына, класстас бауырларына осындай дайындықпен келген. Тамды оққансыздар ма, мұрын тода ма? Тамдинскийлар ма? Тамдинский қыз жігіттерге бір қол соғып жібер. Пожалуйста. Жандарым. Аға, сізге бір галстуктерді қинап кигізіп қойған сияқты негізі, не болса да. Алла разы болсын. Міне осындай болу керек галстук деген. Көрдіңіздер ма? Қызыл киіп, бәрі Рашид ағам үшін ғой, не болса да. Еркектер аман болыңыздар. Енді осы класстастарыңызды ортаға алып, әдемілеп сөзге түсіңіздер. Естелік бұл күнгі, сосын тездетіп орындарыңызға жайғасып алыңыздар. Тойымыз басталды. Ал жайғасып алыңыздар. Жаныма жақын досым. Canım cüreler Рахмет, жігіттер, қыздар, жайғасып алыңыздар енді, билейміз, асықпаңыздар. Өз беш бармақты күтіп отыр қазір бәрі. Ей бауырым, ей бауырым, бұл батыс, ақтөбе ор, батыс, ақтөбе батыс, ей бауырым, бұл батыс, ақтөбе ор. Ал құрмет ағайын, тойлардың көріп жүрмін талайын, жақсылыққа тола берсін маңайың, қара тамыр әулеті, соның ішінде Рашид ағамның отбасы той жасауда, тойларыңыз той қаласын деп айтайын. Бүгін той, бүгін қуаныш, біз қазақ аттан жығылсақ та салттан жығылмаған еліміз, әулеттің үлкені тойымыздың төрінен ойып тұрып орын алған ақсақалы Арын ағамды мен ортаға шақырайын, адалынан жайылған ақтастарханның ақ батасын беріп, бүгінгі қуанышымыздың түндігін тұрып берсе нұр үстіне нұр болар еді. Арын аға, келіңіз. Ақ дастарханымыздың батасын, тілегін бісміллямен тойымызды бастап алайық. Амин. Ал, назарымыз ортаға Рашид ағамыздың бауыры ағасы Арын ағамнан бір тілек тыңдайық. Құрметті ағайын туыс зигзаттар, құда, жен. Бүгінгі міне бауырымыз Рашидтің 50 жас мерейтойына келіп отыр екенсіздер. Бәріңізде зор денсаулық, ұзақ өмір. Үйлеріңізде осында той болсын. Сонымен дастарханымызды ашық деп жариялайық. Аумин. Із жоқ. Аумин, ана. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Құр қолға бата жүрмейді. Иығыңызға шапан, Құдай қаласа 60-қа 70-ке осы елдің ақсақалы болып жүре беріңіз. Аман болыңыз. Реке жайғасып алыңыздар. Ал құрмет ағайын, тойымыз ашық. Ақ дастархандағы тамақтан, салаттан алып жеп отыра берсеңіздер болады. Керемет қуанышымыздың түндігін керемет батамен бастадық. Енді әдемі есті ескі әнмен, керемет қазақтың дәстүрімен, Айдос ұлдарыңыздан керемет ән болсын. Тамақтан, салаттан алып жеп отыра беріңіздер. Астарыңыз дәмде, құлақтарыңыз кереметтей күмбірлеген әнде болсын. Той құтты болсын. Айтайын, айт дегенде әрі айдай, көп айтсам әрі айдай көңілге жай. Барады өтіп жалған күн санаулы, халайық ойнап күліп осындайдай. Ей, саған халқым ай, мен әнім
әнімді айтып ай жырмын шалқыбай ей саған халқым ай әнімді айтып ай жырмын шалқыбай. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға той құтты болсын. Өлеңді тіл бастайды, жақ бастайды, бәйгеден келсе жүрек ойқастайды. Мерейін баста дейсен, бұл тойды мен бастамай кім бастайды. Ей саған халқым ай, әнімді айтып ай жырмын шалқыбай. Ей саған халқым ай, әнімді айтып ай жырмын шалқыбай. Тамаша. Сөйлелер қызыл тілмен барында, халайық менде сөйлеп сен барында. Барындау тіршілікте ойнана көр, заманның мұнына тұрған дилағында. Ей саған халқым ай, әнімді айтып ай жырмын шалқыбай. Ей саған халқым ай, әнімді айтып ай жырмын шалқыбай. Баршаларыңызға рахмет, той құтты болсын. Күне көрік келтіріп, әдемі есте қалатындай той қылып өткізейік деп қаламыздың керемет биші қыздары келіп жатыр. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңыз ортада Арна би ансамблінің керемет биінде болсын. Арна би ансамблі.
Арна би ансамблі. Қоныш жанам деген жүректерге от берем, шабам деген жігіттерге ат берем деп, алыстан жақыннан ағайын туысқандарды, дос жараңдарды Рашид ағам жинап, 50 жас мерейтойына алыстан жақыннан келіп қалған ағайын туысқандарға мың алғыс. Енді тілектеріңізді жүректеріңізге түйіп, сыйлықтарыңызды қалталарыңызға буып келіп жатқан, алыстан жақыннан келіп жатқан Рашид ағамның ет жақындары бар. Қазақтың әдемі сөзі бар: шапаның алтын болса да жағаменен жең керек, әкең патша болса да ағайынмен ел керек деп жатады. Тойымыздың төрінде арнайы осы Рашид ағамыздың туған бауырлары, өзінің бір туғандары бар, сол кісілерді шақырып, тойдың алғашқы тілегін сол туған бауырларынан бастасақ, нұр үстіне нұр болар еді. Барша мен Рашидтің туған бауырымын, мен жақынымын, мен бір ана, бір әкеденмін деген барлық Рашид ағамның туған бауырлары асабаның алаңына ақ тілекке келіңіздер. Бауырлар! Сен бір көргеннен ұнаттың деуге, сен менің жүрегімді жылаттың деуге. Ай-яй жаным, ай-яй жаным, көрінген қызғалдаққа құматтың кейде, жүрегімді жұбаттың дейме. Ойылар дәл осындай сұрақ кімдерге. Ай-яй жаным, ай-яй жаным, неліктен өзгенің құшағын жылыттың, қай жерін ұнатып несіне құлықтың, мен келдім табалмай жүрмін сол құлықтың. Ай-яй жаным, ай-яй жаным. Ал бауырлар, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Отбасыларыңыздағы әулеттегі қуаныш құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Бауырларыңыздың дені сау болып жүзге жетсін. Енді былай істейміз. Той өзіміздікі, қуаныш өзіміздікі. Сіздер тілекті қалай бастайсыздар, қонақтар солай жалғайтын болады. 100-ден 10, 10-нан бір кісі сөйлесе жетеді деп ойлаймын. Жасымыз үлкен бір кісі, алыстан келіп жатқан бауырлар болса, солардан бір кісі, қалғанымыз қосылып, бүгінгі тойды есте қалатындай қылып, күліп, билеп, жайнап өткізсек, нұр үстіне нұр болар еді. Тәтеміз бастайды ғой, ең үлкені. Ал назарымыз ортаға Рашид ағамыздың үлкен әпкесінен бастайық. Кеш жарық, бүгінгі тойға жиналған қауым, алыс жақыннан келген ағайын туыс бауырлар, құда жекжат, 76-лар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Неге қазір Рашид бауырымның 50 жасына анамыз денсаулығына байланысты больницада жатыр, келе алмай қалды. Сол үшін менен маған сұраған айтқан еді, менің тілегімді Рашидке жеткізсең оқып деп. Сол анамның өзінің шығарған кішкентай шумақ өлеңдерін сіздерге Рашидке айтпақшымын. Елу жасың құтты болсын құлыным, менің үшін қуанышты күн бүгін. Жанарыңмен қол ұстасып жүре бер, қызықтарын бірге көріп ұл қыздың. 50 деген ердің жасы ардақты, ағайынмен бірлікті бол салмақты. Ізіңдегі бауырларға қамқор боп, әрқашанда терең ойла жан жақты. 50 жаспен құттықтайды анашың, анаң үшін қартайсаң да баласың. Немере, шөбере сүй, шөпшекті де жанұяңда болсын мәңгі жарасым деп анамыз өз жүрек жарды тілегін Рашидке жеткізіп бер деген еді маған. Анамыз аман болсын. Аллах шипасын беріп. Анамыз аман болсын, шипасын берсін, жақсы болып шықсын деп тілейміз Алладан. Амин. Әлі алда тойлар көп, ол тойларда болады деп
енді сенемін. Құдай қаласа. әлпештеп өсірген. Енді өз тілегімді айтсам бауырыма, жаным бауырым Рашиджан, не бүгінгі 50 жас мерейтойың құтты болсын. Бастысы денсаулық қой, денің сау болсын. Өмір жасың ұзақ болып, осы жаңа келінімізбен бірге ұл қыздарыңның қызығын, немере шөберелердің қызығын көріп жүре бер. Амин. Қыз ұзатып, ұяға ұлғын, ой, ұя, қыз ұзатып, ұяға ұл қондырып, дендерің сау болсын да, бастысы бақытты болыңдар. Тек қана отбасыларыңа осы той деп келе берейік. Бақыт бар, жақсылықты тілеймін. Өзіме не жақсылық тілесем барын тілеймін, жандарым. Барлығыңызға да осындай тойлар шығысты болсын. Бақытты болыңдар. Аумин. Стоп. Сыйлығы, анамның сыйлығы бар. Жаңа келінімізге алтын сақина, Рашидке сыйлықтарымызды кейін тапсырамыз. Гүлмира тапсырады келінге, кішкентай келінім сыйлықтарымыз тапсырады. 50-ге толып атқан біреу артын алтын алып атыр дейсіз ғой, кайф. Нормально. Мамасының атынан келініне алтын жүзік, я? Жездесінен бір ауыз. Кеш жарық құрметті қонақтар, Рашидна 50 жас толған күнің құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Аумин. Денің сау болсын. Жанар екеуің ұлдарының қыздарын қызықтап, немере шөберелерін ертіп жүре беріңдер, өсіп өне беріңдер. Тойларың құтты болсын, бақытты болыңдар. Аумин. Тілек қабыл болсын, аға. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Бауырым, мүшелі жастан өттің сен, 50 жасқа келдің сен. Ағайын туысқа тілекші боп, үйлеріңде той болсын, әрқашан осындай той, үйіңде той үзілмесін. Бауырлардың үлкендерге құрметті болып, кішілерге жол көрсетер ағасы болып. Деніміз сау болсын. Аумин. Жанар екеуің бірге бақытты болып, ол қыздардың қызығын бірге көріңдер. Мырзаға, Жанар, 50 жастар құтты болсын, дендерің сау болсын. Үлкен той, өте қуаныштымын. Сендерге тілейтін денсаулық, ашық аспан. Осы 50 жасқа 50 толсын, қосылсын. Сол немере шөберен рахатын көріп жүре беріңдер. Біздер соған куәгер болайық. Тек қана жақсылықта кездесейік. Сол баршаға осы жерге келгендерге рахмет. Бәріне де денсаулық тілеймін. Аумин. Тілегіңіз қабыл болсын. Келін қосылам дейді. Сөйлей ма? Аға, туған күніңіз құтты болсын, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Апаммен бірге бақытты болып, ол немере қыздарыңыздың қызығын тоймай жүре беріңіз көп. Аумин. Жеңгей, тілегіңіз қабыл болсын. Інілерінен. Ассалаумағалейкум баршаңызға. 76-лар тиқа. 76-лар отырында 77-лер кіріп келеді. Аға, туған күніңіз құтты болсын. Өбірлі-шүбірлі болып, көбей беріңіздер. Жеңшемен бір жаста ұзақ өмір сүріп, 100 жасаңыз. Мына кішкене подаркыңыз бар. Келініңіз тапсырады. Деген сияқты ауыл баске сөйлей берейік та, ауылдамыз ғой. Рахмет баршаңызға. Қайқа беріңіз. Рахмет. Құрметті тойшыл қауым, Рашид қайным, Жанка, енді Рашид 50 жас мерейтойың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Аллаң берген балапандарың қызық қуанышына тоймаңдар, Жанка екеуің. Бір жастықта әдемі қартайыңдар, ақсақалды ата бол, ақ жаулықты ана бол. Куәгер болып жүре берейік. Енді ағаң жұмыста дұғай сәлем айтты. Сол өз бүгін 3 жерге шақырған, құдағиым да туған күні бүгін. Сосын тағы қонақтар бардың, қой жоқ, Рашид қайныма барам деп. Осы жаққа енді бас тартып келгенім.
Иә. Қайныма барам деп атын ұрып тұрған қалай кетті женшасы? Иә. Тек жақсылық болсын, амандық болсын, осындай жақсылықта, тойда кездесіп жүре берейік. Амин. Жоқ дегенде дастархандарың осындай болсын. Бар болыңдар, бай болыңдар, жақсылық болсын. Гүлназымыз құтты жерге қонсын. Нұрсұлтанымыз құтты келін алсын. Соған куәгер болайық. Аумин. Рахмет. Болды ма? 8 адамның 7-еуі сөйледі, бұған шығар енді, иә? Сыйлықтарымыз тапсырайық, сосын естелікке бір суретке түсіп алайық бауырлармен. Сосын орныңызға жайғасыңыздар. Чики-чики баба, баба, чики-чики баба, ойна, чики-чики. Ал бауырлар! Бар жоғыңа қарамайтын, сені үнемі бағалайтын, бауырлар бар бәрімізде, қолда барын аямайтын. Жабыққанда бауыр керек, жабыққанда бауыр керек, 5 күн жалған дүниеде бауыр керек, бауыр керек. Жабыққанда бауыр керек. Рәшит аға мен қасыма келбаңызшы. Беріңіз шапанды. Кім? Нұрхандар қайда? Нұрхан, Нұрсұлтан, папаң шапанын алыңдар. Размері болмай деген өздерің киіп ала беріңдер айналайын. Кеңіз Рәшит ағасы. Так, Рәшитті сыйлап келген кісілер болса, Рәшиттің құрметі үшін бір қол соғып жіберіңіздер ал батаға. Так, рахмет. Реке, көңіл күй қалай? Керемет. Ешкім бөтен ешкім жоқ. Ешкім келмеген, бөтен жоқ. Бәрі өзіміз. Көңіл күй жақсы. Мамкамен отауласқандарыңызға неше жыл болды? 29 болды. 29 жыл, Аллаға шүкір, 3 перзент. Осы жыл 29 жыл бола ма или? 29 отыр. Осы жыл. Короче, 13 майда 29 жыл болды. 13 майда 29 жыл болады. 29 жыл. 13 июнда. Бір ай қақта жүрсің, братан. Чөт, бір ай көшеде жүрген о деймін. 29 жыл ішінде жұбайыңызды еркелетесіз ба? Бұлай жаным, күнім, айым или қалай басқаша еркелетесіз ба? Біздерде ондай болмаған ғой негізі. Но бұлай бір еркелік болған шығар бұлай 29 жылдың ішінде. Ей, жанар деп шақырмайды шығарсыз? Ей, жаным деген бір рет сөзім бар негізі. Ей, жаным деген бір рет айтқан сөзім бар шығар негізі. Бір-ақ рет айтқансыз ба? Бар ой деймін арасында. Давайте біріз. Ел жұрт келіп жатыр ғой. Қазір тиктокта басқа болмайтын нәрселер хит болып жатыр ғой. Бір жұбайыңызды өзіңіз еркелетіп қасыңызға шақырсаңыз. Бәйбіше жаным, кеш. Ойбай, бәйбіше деп бат. Тоқал алатын ойы бар, что-то жанар. Что-то бір ой кетіп қап жүр, что-то бір көңіл күйіңіз қалай, анашым? Күшті, тамам. Шал елуге толып жатыр, Құдай қаласа. Осында өркендеп, өсіп, елдің алдында абыройлы болып жүрген кімнің арқасы деп ойлайсыз? Бірінші Алланың, екінші ата-аналарымыздың арқасы. Сосын? Үшінші бала-шағамыздың арқасы, менің арқамды. Сендер екеуің негізі общение ұстайсыңдар ма, бұлай сөйлесесіңдер ма? Бір үйде тұрасыздар ғой да? 15 күн далада, 15 күн үйде ғой. Так, бұлай істейміз енді. Рекеңді шынай ниетпен қатты сыйлап келген қонақтар болса, қол соқсыншы. Кім бар? Какой Рашид? Біз Рашидті басын төрге сүйреп жүрген келіншегін Жанарды сыйлап келдік дейтін. Жанар. Рахмет. Мамканың... Сен қалай дәлелдейсің еркек екендігіңді? Мамканың абыройы сәл жоғарылау екен, Құдайға шүкір. Сіздің осында жарқырап жүр. Любой мықты еркектің артында кім тұрады дейді? Тек әйелдердің дауысы шығып жатыр, әйел тұрады деп. Мықты еркектің артында мықты анасы тұрады дейді негізі, құрметті ағайын. Одан кейін анасының арқасында осындай сұп-сұлу жары тұрады. Анашым, алдағы шығыңыз бір-ек қадам. Атасына, папа күнде 50-ге тола бермейді. Көңіл күйіңіз жақсы ғой? Күшті. Ар жаққа бармаңыз.
давайте бүкіл қонақ той иелерінің қабағына қарап келеді. Біздер кішкентай кезімізде ата-анамыз, ата-әжелеріміз былай өсірген. Қонақ келген кезде тамақ берме, қабағыңды бер. Қабағың ашық болса, бешбармақ бергенмен тең боласың деген. Сол үшін қабағыңызды ашып тұрып, бір Рашидтің тойында, ойбай, прикол ұстап жатсың ба бәне, не қылсың? Күліп, сөйт, бір күйеуіңіздің туылған күнде бір көңіл күйіңізді көрсетіңізші. Жіберші кеттім маэстро. Жанар ханым, анамыздың көңіл күйі. Бақыт іздеп жүргенде, көңілге мұң кіргенде, жабырқау жүргенде, таптым-ау сені. Сырланғанда айналам. Қалай? Қашып барым. Қонақтардан алдын үйде бірге тұратын кісінің көңіл күйін көріп атқанымыз ғой. Қалай, би ұнады ма? Керемет, әдемі. Басқа вариант жоқ қой, братан, сенде уже. Я да, былай істейікші. Сізді көтерді ма? Көтерді. Қырсықтығыңызды көтерді ма? Көтерді ғой. Тентектігіңіздің бәрін көтерді ма? Көтереді ғой енді, қайтеді. 29 жылдың ішінде Жанар ханымның түріне қарап тұрып, қандай құсқа теңейтін едіңіз? Қандай тұсқа? Құс, птица. Жар пицца ғой? Жар пицца деген сол пицца ғой, андай құс бар ғой, птица. Жар птица деймін. Жар птица. Ондай бар ма, жар птица деген? Павлин ба? О жеріне қарап жүргенмесің, сенде таңа. Павлинге теңейім бе? Сізді павлинге теңейім дейді. 50-ге толып атқан шалыңызды қандай құсқа теңейсіз? Ойбай, білмейді екен. Примерно құс көп қой енді, бүйтіп 50-ге толып атыр ғой, бір сенсация болсын да қарап тұрып. Қандай құсқа ұқсап тұр примерно? Жаным, қартайған қораз дейді мына жақтағылар. Примерно сізді Бүркіт. Бүркіт? Жаным. Бүркіт пен павлиннің қосылған бірінші рет көріп тұрмын, құрметті ағайын. Өмірімді. Сізді бүркітке теңеп тұр ғой. Қазір ана кісі тұрады, сіз қасына барыңыз кәне билеп. Ал жібер кет маэстро. Реке! Сазын çalın, çalın çalın, sazın çalın, oynap kalın. Sazın çalın, çalın çalın, sazın çalın, oynap kalın. Pavlin dесе, Pavlinге ұқсап билейді екен өзі. Кеңіз, мамка. Рашид ағам мен Жанар анамның тойына шынайы ниетпен сыйлап келген әрбір столдан бір адам орнынан тұрсыншы. Кім бар? Мен осы. Кім болады нақсы? Ол бар ғой, екі жақты адам қол деген. Бұл жоқ, бүгінгі тойға конкретно қайны ретінде деп отыр ма? Енді сол түстен кейін негізі қайны болып тұрды. Ол қайын. Тұрыңыз, әр столдан бір адам, әр стол. бір адамнан тұрақшы, әр столдан бір адамнан, орнымыздан тұрақшы, бір адамнан. Келудің қажет жоқ, орындарыңызда тұрыңыздар, орындарыңызда. Әр столдан бір тұрыңыз, тұрыңыз, бір адам. Так, әр столдан бір адам тұрайық, қалғанымыз отырайық. Ет дайын болды, сіздер ет турайсыздар қазір. Рашид ағам мен Жанар анамның тойында сіздерге деп асылған бір жылқының еті дайын болды, құрметті ағайын. Қарсы алыңыздар, қазақтың ұлттық тағамы ет. Құрметті ханымдар мен Сарсам ауырым қолыма бермей, керім дастархан әу жайнаған. Ағаларға елдің ай аман бол, келді ме деп ай шыршыға. Жеңгелерім деу бар еді, ботағайда көздер ау жайнаған. Қазақтың ұлттық тағамы келіп жетті. Алыстан келіп отқан кісілер болса, іштеріңіздегі жыланның бетін қайтарып алыңыздар. Қазақпен қасқыр ет жеп жатқанда мазаламайық. Астарыңыз дәмде, құлақтарыңыз кереметтей күмбірлеген әнде болсын. 5 минуттық үзіліс. Жақсылық көрінетін жан бағынан, жүрсең шауыл жаққа кеш қалмағын.
түрленген ет қой менің еске алғаным. Рашид ағамыздың жаңа павлинге ұқсатам деген құрмет үшін павлин биі арна би ансамблі. Arda bir ansamblı, Pavlin Biye. Сапалақ қайда? Рахмет. Ал құрметті ағайын-астарыңыз дәмді болсын. Тойымыздармен қарай жалғайық. Бүгін той, бүгін қуаныш. Енді алыстан жақыннан және бір кісілер келіп жатыр екен. Маған топтап жазып берді. Мен сол тамада жазып бергенін оқиды дейді. Имам намазын оқиды деп жатады. Мен топтап берейін. Боқтап кетпесін. Екінші тілекке тойымыздың төрінен орын алған біздің
Рашид ағамыздың нағашылары болса, және Жанар анамның туған туысқандары, мен Рашидтің қайын жұртымын, мен Рашидтің нағашысымын дейтін барлық Жанар анамыздың бауырлары мен Рашид ағамның нағашылары асабаның алаңына ақ тілекке келіңіздер. Ал нағашылар! Күйзелгенде көңіл суық көрсететін өмір сүріп біл аруымсың. Қабылданбай бір сыйымды үйрететін шын сүюді мұғалімімсің. Қызғанып та ұрысатын, ұрыспауға тырысатын әбілгерімсің. Жүрегімді сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын күміс бриллиантым қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, қаршымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Миллионым, миллиардым, алтын күміс бриллиантым қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, қаршымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Ал қайын жұрт, нағашы, той қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді қайын жұрттан бір үлкен кісі ортаға шықсын, нағашылар жағынан бір үлкен кісі. Так, қонақтар, бір-екі қадам алға тұрыңыздар. Бір-екі қадам алға шыға беріңіздер. Тойға барсаң тоқ бар, той қызығы көк бар дейді. Бір-екі қадам алға тұрыңыздар, арттарыңызда тоқ бар. Тездетіп алға шығып ала беріңіздер. Көрсін ел жұрт кім екендеріңізді. Кімнен бастаймыз? Өзіңізден бастаймыз. Сосын Рашид ағамның нағашылары бар, Жанар анамның туған туысқандары бар. Арамыздан 4 кісі сөйлейік, қалғанымыз қосылайық. Тәте, өзіңіз бастаңыз. Ал, міне құрметті қонақтар, кеш жарық, айналайын Рашиджан, міне мерейтойың құтты болсын, денің сау болсын, әр жасың табыспен берекеге тола болсын. Отбасыңа тек қана қуаныш, Жанар екеуің бір жастықта қартайып үлкен, үйлеріңде табыс, той бола берсін, немере шөберелерді көп болсын. Осындай тек қана тойда жиналып жүре берейік. Тойларың құтты болсын. Амин. Келесі. Кеш жарық, Рашид, Жанар, тойларың құтты болсын, туған күн құтты болсын. Жаңа жасың бақытын алып келсін. Ай күніңді, жұлдызыңды жағып берсін. Базы бір құрдастарың айтқанында екінші тынысыңды ашып берсін. Алланың қалауымен үйіңізге мол қуаныш, жақсылық алып келсін. Адам жарылқаса ас береді екен, Алла жарылқаса жас береді екен. Жасың ұзақ болсын. Ассалаумағалейкум қонақтар. Реке, 50 жасыңыз құтты болсын. Мен сізді 50-ге толғаныңыз енді біліп жатырмын да. 49 жарым емес пе? Жарайды, Жанар апа, тойларыңыз тойғаласын. Азғандай сыйлығым бар, семьям атынан. 50 жас құтты болсын. Әрқашан немере шөбере сүйіп жүре беріңіздер. Келесі. Ассалаумағалейкум, қалайық? Танитындар, танымайтындар. Микрофон жақын ұстаңыз ағай. Рашид, не күйеу бала деп айтпаған едім, енді күйеу бала. Қарындасым, Жанар. Рашид, әрқашанда осы толған күнің құтты болсын. Тойың толға болсын. Сенің жетпеген жасыңа жететіндер осындай тойға әрқашанда қол жеткізе берсін. Аумин. Міне барлығымыз жақсы тілекпен келіп отырмыз. Тілегіміз қабыл болсын. Періштелер оңымен десін. Әруақтар қолдай көрсін. Жасың жасқа ұласын. Немерлерін, ол қыздарын қызығын көріп, өсіп, қарындасым екеуіңіз бірге қаржайып, бірге қызығын көре беріңіздер. Аумин. Жасың жасқа ұласын. Әрдайымда барлығы осы жерде отырған, тілектес болып келіп, жақсы ниетпен келіп отырған қонақтар, класстас, құда жекзаттар, ауылдастар,
барлығыңа осындай тойлар сіңімді болып, барлығың әрқашанда не қылды жаңағыдай осындай бұйыра берсін, жақсы ниетке жете беріңіздер. Барлығыңа ортақпыз ғой осы тойға. Барлығыңыздың тілектеріңізге қабыл бола берсін. Аумин. Әрқашанда жақсы күніміз алға баса берсін. Еліміз тыныш болсын. Осындай күлкі ойында жақсы күндерде кездесіп, сіз біздік ауызбіршілік бола берсін. Әрқашанда ауызбіршіліктен адам айырылмасын. Құтты болсын, Рашид, толған күнің қабыл болсын. Аумин. Рашид, 50 жасың құтты болсын, өміріңіз ұзақ болсын, денсаулығың мықты болсын. Микрофон жақын ұстаңыз аға. Рашид, Жанар, құтты болсын тойдарың. Ане, қысқа нұсқа. Кім бар тағы? Болды ма? Тілек қабыл болсын, нағашыларының. Ал жен, тойларың құтты болсын. Ең бастысы денсаулық мықты болсын. Ауырма, сырқама. Алған қойған мақсаттарыңа жете бер. Тынба, алға баса берсеш. Газды баса бер. Рахмет. Ода мақсат жоқ, ток семіру. Атаңа, ерке қайны сау дейм, Мына жерде енді бір қарындасыңыз, бір мөлдір деген қарындасы бір андай жазып кепті да, енді барынша оқып беруге тырысам енді, орысша жазыпты енді. Сәл орысшаға шорқақтау ембері, бір қол соғып жіберіңіздер енді. Тырысамыз енді. С юбилеем, Рашид! С днем рождения, Рашид! Сегодня тебе исполнилось 50 лет. Это значимая дата, которая символизирует новые возможности и достижения. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви, павлиме мәңгі бір боп, благополучия. Пусть каждый день будет наполнен яркими эмоциями и новыми открытиями. Так, желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена радостью, успехами и достижениями. Пусть все твои мечты сбываются, а цели достигаются. Ты человек с большим сердцем и добрым характером, который всегда готов помочь другим. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, любовью и уважением. Пусть твои близкие и друзья всегда будут рядом с тобой, поддерживая и вдохновляя тебя на новой вершине. С днем рождения, дорогой Рашид! Пусть этот день будет особенным и запоминающим. Құрметті қонақтар, міне осы тілекті айтып отқан менің қызым Гүлнұр, Мөлдір. Міне танитындар бар, мұрынтаулықтар, жыңғылдықтар, міне танымайтындар бар. Енді өздерін түсініп білесіздер. Мұрынтау, жыңғылды, тамдылықтар. Мені кім таниды солар? Жаным, бір мұрынтаудың әкімі сияқты айттың ғой, бір атан мен кім таниды. Так, тәтеме осындай орысша тілек жазып келген үшін Рашид ағамның атынан бір сыйлық берсем бола ма? Болмай ма, Рашид аға? Это вам. Спасибо. Все, что вы написали, русские періштелердің құлағына жалынсын, әумин. Болды ма? Қалғанымыз қосыламыз ғой. Нағашыларының атынан бір музыка болады. Әдемілеп бір суретке түсіп алыңыздар. Сосын тездетіп суретке түсіп алыңыздар бірінші. Сосын барып сый сияпат тапсырып, билеп күліп орындарыңызға жайғасасыздар. Сақ туған ауылым десе, ал сый сияпатымызды тапсырайық, нағашылар. Сендерге гүлің солған, басқаға гүлің толған, өзіңде адам болған жоқ. Жаным басыма бақыт қонған, жүрекке сенсің қорған, өзіңде адам болған жоқ. Қайын жоқ, нағашылар.
молодцы нағашылар, жайғасып алыңыздар. Рашид аға, о, жұп шапан. Не жүріс, бұл не жүріс, ой, мынау не жүріс, үйлен деп маған. Суретке түсіп алыңыздар. О, әне. Біреу павлиннің жұмыртқасы болып тұр, әне, көрдіңіздер ме? Әдемі, жарасып тұр, жұп шапандары болып тұр. Бақытсыз деп жүргенде ау сені. Жаңағын жалғастырайық енді, шешпеңіз. Аттасынан. Қайын жұрт берді ма, нағашылар ма? Қайын жұрт. Қайын жұрттың берген шапан киіп жүріңіз. Таканса киіп жүріңіз, жыртылғанша киіп жүріңіз. Так, 29 жылда 3 балам бар дедіңіз, я? Сол балдарды бір таныстырайық елмен. Ең үлкеннің аты? Нұрхан. Нұрхан. Досым, Нұрхан. Ал, қол соғамыз, үлкен баласы Нұрхан. Так, бірден екен да, бұныкі, я? Бірден екен да, уақыт жоқ екен. Так, екіншісі? Гүлназ қызым. Үйдің жұлдызы, құндызы, көзіңіздің ағы мен қарасы, үйдің красавицасы Гүлназға қол соғып жіберіңіздер. Үйдің еркесі. Так, үшіншісі? Нұрсұлтан. Түйеу басарымыз. Көз көк па, немене? Нұрсұлтан? Жаным, сіз мына екеуіне бір нәрсе май-пай берсеңізші, не? Өзіңіз жеп атсыз кілең. Шықшы Нұрсұлтан алдыға. Так, Нұрсұлтан танитын кісілер болса бір қол соғып жіберіңіздер ал, Нұрсұлтан, міне. Айтайын, саған орысша сөйлейміз бе, қазақша сөйлейміз бе? Түсінбей қалдық қана? Көңіл күй қалай? Күшті. Күшті. Папаның туған күні. Настроение жақсы. Жақсы. А это линза, да? Линза, да. Мен нешеуімін қазір, нешеу көріпсің. Былай істейікші. Мен ол қыздарын шығарып атқаным 29 жылдың ішінде енді тойдың басында айтып атсыздар ғой. Рашид бәріне көмектеседі, анаған көмектескен, мынаған көмектескен. Әйтеуір қолда барын аямайды деп. 29 жылдың ішінде Аллах тағаланың Рашид ағама берген ол қыздарына бір қол соғып жіберіңіздер. Осы үшеуі. Нұрхан. Мынау үлкені, екіншісі, енді Гүлназ, сен мамам папаның қасында тұра бер. Құрметті ағайын, енді рюмкілерді кішкене қоя тұрайық, назарды бермен аударайық. Қазір Инстаграм мен ТикТок дамыған заман болды, білесіздер. Бүгін мына екі жігіттің әкесінің туылған күні. Қазір Инстаграм мен ТикТокты ашып қарасаң, ана тамада хит болып жатыр. Біреу әкесін ұрып өлтіріп жатыр, біреу шешесін боқтап жатыр. Кілең сондай жағымсыз дүниелермен толып кетті. Бірақ давайте бүгін Нұрхан мен Нұрсұлтанның әкесі 50-ге келіп жатыр. Бұндай күн біреуге бұйырады, біреуге бұйырмайды. Еркекше бір сенен сұрайын досым. Соңғы рет папаңның түріне қарап тұрып, папа, саған рахмет, бақтың, қақтың, мен сені жақсы көрем деп қашан айттың? Есімде емес. Есіңде емес, я? Танисың ғой жалпы, я? Сен қашан айттың, Нұрсұлтан? Есімде емес, сар. Башы есіңде емес па, айтпағансың ба? Айтқам. Айтқансың ба, қашан айтқансың? Есімде емес, айтқам. Мен өзің айтқан болсаң, өзің есіңде болмаса, қалай ол? Бұрын болған ба? Жігіт тұрып ал. Давайте, 50 жасқа толып атқан әкесіне, папау, мен сені жақсы көрем деген сөзді ұлынан естісе ол жаман болмайды деп ойлаймын, құрметті ағайын. Тойдың салты билеп, ішіп, тамақ жеп қайту емес. Бұл той қазақтың қазынасы, қазақтың мектебі. Көп отбасыларда қазір осындай рухани дамулар азайып бар жатыр. Баласымен, әкесінің, қызымен, анасының диалогтары құрып бар жатыр. Бүгін әкесінің 50 жасы, Нұрхан, елдің көзінше. Әке, осылай бағып қаққаныңа рахмет, мен сені жақсы көрем деп бір ауыз. Тоқтасай, жынды ма? Айтсай біреш. Кетіп бар жатқаныз? Жоқ, қарап тұрып жүзіне. Ал, баласының әкесіне назары 76-лар. Әке, бағып қаққаның үшін үлкен рахмет, сізді жақсы көреміз. Жалғыз әке баққаның үшін, еңбекпен нанды тапқаның үшін, бейнеті. Мамаңды мен құшақтаймын бәне, құшақ түсем мамаңды. Осы екеуінің арқасында сендер жүрсіңдер. Мен саған по секрету айтайын, бауырым. Сенің мамаң да бар, папаң да бар, сен бақытты адамсың. Сен еш өмірде басыңды жерге түсіріп жүруге ақың жоқ.
Мен анамнан айырылғаныма бір 9-10 жылдай болып қалды. Мен қазір армандаймын. Осылай анамның түріне қарап тұрып, мамау, мен сені жақсы көрем деген сөзді мен айта алмай жүрмін. Қазақ айтады, қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді. Өздерің бауырларым болғаннан кейін, кішігірім мамаң мен папаңа соңғы рет қашан айтқаның есіңде емес екен? Әкей, мен сені жақсы көрем деп бір ауыз сөз айтсаң, ел жұрт қол соқса. Әкешім, мен сізді жақсы көрем. Анашым, мен сізді жақсы көрем. Күлгенне сен шыннан анау. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннатым, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатым. Әкем менің дәулетім. Қалай күшті оқып қалдыңыз ба? Керемет оқып қалдым. Керемет. Қызыңыз ол постоянно айтады шығар енді ол қыз. Ол қыз баласы ол күнде айтады өзі. Ау, Черезден айтады. Черезден ақша беретін шығарсыз да, сосын барып черезден айтады ол. Күнде беріп тұрсаңыз, күнде айтатын болады. Да, Нұрхан, енді папаң тойы бір ішіңдегіні айтып алдың, өзің осылай айтсам екен тойда деп армандайтын ең, папаңның тойында айттың. Ел жұрттың бәрі сендерді сыйлап келіп отыр. Мына жердегі ең жақындары папаң мен мамаңа ол сендерсіңдер. Сен екі тауыңыз, екі бәйтерегіңіз. Бір музыка қойын, Нұрхан, билеп көрсет. Келсіз ба? Ал маэстро, Рашид ағамыздың тұңғышы, Нұрхан ұлдарының көңілдейі. Нұрхан жан! Бас! Нұрхан! Ай, бұл адам болмайды. Өзі сондай ма? Нұрсұлтан, өзің көрсетші, жыным, сен қайт білемесің. Нұрсұлтан, давай Нұрсұлтан, сен ғой ұябасар, Құдай қаласа, келін ал. Қашан үйленейін деп жатсың, Құдай қаласа? 2-3 жылдан. 2-3 бар ма? Ау? Әлі жоқ. Әлі жоқ? Қалауынға барып қайтасың ба бір? Айтасың, кім бармай жатыр дейсің, Нұрсұлтан? Кім болып жұмыс істеп жатсың қазір? Жұмыс істеп жүрген жоқпын ба? Ау? Жұмыс істеп жүрген жоқ. Жұмыс істеп жүрген, істеме, дұрыс. Кім істеп жатыр дейсің қазір? Не ласын жұмыс істеп жатасың, жұмыс қылардың жаман емес. Так, папасының еркесіне қол соғып жіберіңіздер ал. Нұрсұлтан! Заходите, здрасте, приходите в гости. Мясо доедаю, оставляю только кости. Сен мына жүрісіңмен 2-3 жылда емес 10 жылға қақ кетейін деп тұрсың айналайын. Гүлназ, өзің бас. Өз папасы мен мамасының көзімен, ағымен, қарасы билемесе. Так, Гүлназды танитын кісілер болса бір қол соғып жіберіңіздер. Гүл аға. Жан, міне. Құдай қаласа, сізді де өзінің ұясына қондырып, папаң мен мамаң марқайып, мынау менің күйеу балам дейтін бір құда мен құдағи тапсын деп әмин деп қойыңыздар. Кішкене ал кет. В общем, семьямызбен билей алмаймыз десеңіздерші. Бар ма ортада Рашид ағам сыйлап келген мықты кәмгі. Кеш, братан, жіберші маэстро, кел. Биле, братан. Биле. Әне. Эй. Аға. Эй. Стоп. Ассалаумалейкум. Рашид ағама кім боласыз? Балзы. Ау? Балзы бола ма? Балдызы? Жоқ. Қазір күйеу ма, балдыз ба? Жездем ғой. Әбет жезде да? Әбетке дейін күйеумін дейді, әбеттен кейін қайнымын дейді ғой, короче. Сондай болып тұр ма? О, қайныңыз болса, ең арзан сыйлық бере салайық ома сізге, братан. Пожалуйста. Так. Жанар красавицаны сыйлап келген кім бар? 76-лардан бар ма? Қыз жігіттер кәм, көңіл көтер алатындардан кім бар? Қайсы? Кім? Просто өз. Жіберші маэстро. Гүлнарам бұл басқа, мода беріп келесен шашқа. Бүгін тойда әмме ойнасын, 80-90 қарамай жасқа. Ай-ай-ай, гүлнарам бұл басқа. Стоп, ассалаумалейкум аға. Стоп. Есіміңіз? Үсен аға, кім боласыз? Менің... Жарайды, алып бара беріңіз.
Уақыт жоқ аға ондайға. Менің әйелімнің анауының мынаусын. Нақты класстас, нағашы, туыс. Бірден керек қой біздерге. Нұрхан сыйлап келген кім бар? Нұрхан үшін кәм, ей деп бейт қолды көтеріп отқандардан бар ма кәм? Кім бар туысқандар жақтан? Келші, сенің биің кімге ұқсайтын таптың ғой мен бауырым. Жан, кім болатын аксы саған? Нағашым. Ну, танимы өзі адамдарды? Кім боласың Нұрсұлтанға? Жеңгесі болам. Жеңгесі, қай қаладан? Теміртауда. Мәкс. Болды. Так, әдемі. Так, Нұрсұлтанды сыйлап келген кім бар? Нұрсұлтан үшін билей алатын. Келіңіз. Билеп. Сұлусыздар-ай, өздеріңсіз жадырап жүрдік біз қалай. Сұлу қыздар-ай, неге сұлусыздар-ай, өздеріңсіз жадырап. Так, саламатсыз ба? Есіміміз? Айжан. Айжан ханым, кім боласыз? Апасы. Сестрасы болам. Сестрасы. Қай қаладан? Қарағанды, Пришатинск. Негізі? Пришатинск. Негізі? Мұрынтаудан. Мұрынтау деп тұр ғой бәсетім. Пришатинск орып тұрсыз. Так, нағашысы әпкесі болып тұрсыз да? Кім болып жұмыс? Жолғаштаған қарындасым. Родной ма? Туысқандар ғой да? Туысы, иә. Ағайын, қара тамырлар, иә? Иә, қара тамыр. Жындамаңыз, нормально, спокойно, айта бер. Бір іш пістірметін елеген. Қай жерде жұмыс жасайсыз Шахтинскте? Декрет. Декрет? Жаным, бәсе! Декретте отқан кісіге, давайте бір үлкен бір сыйлық берейік мынандай. Дөуінен берем сізге, пожалуйста. Нешінші балада? 3. Неше ұл, неше қыз? Бір қыз, 2 ұл. Бір қыз, 2 ұл. Баратан осында ма? Дәрет. Ол сөйтіп жүре берсе, декретте отыра бересіз айнымай. Қазыз алып отырыңыз. Пожалуйста, рахмет. Қазақты ұрпағын көйтіп атқан қыздарға қол соғып жіберіңіздер. Декрет дейді. Так. Гүлназды сыйлап келген кім бар біздің? Гүлназ қарындасымыз. Не саған, жібер кеттік май. Жаным деп гүлнарам, күнде саған барам. Сенен хабарым жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, ұстайшы барам. Сүйдім сені гүлнарым. Жаным деп гүлнарам, күнде саған барам. Стоп, саламатсыз ба? Есіміміз? Ару. Гүлназға? Өлесі. Родной? Иә. Теміртау? Иә. Бөлеңе не бересің? Бер көзің. Бөлең үшін не бере аласың? Не бере аласың бөлеңе? Тәсіне, көш кәне. Не бермекшісің? Тиіспе оған ол, 76-лар менікі деп айтып қойған оған, тиіспе оған. Жоқ, қой орнына. Жоқ, әкпе. Сон бере бересің ба? Бөлеңе? Жа, бере бер. Бол. Мен берші арулар. Рашид ағамның отбасын қарап тұрған, тамсанып тұрған, сүйсініп тұрған ағайын. Бәріміз екі қолды көтерейік, жоғарға көтереміз. Кім көтермейді, қолтығында проблема, сразу айтам. Так, бір тілек, қолымды бір сілтеймін, бір шапалақ. Рашид ағам 100-ге жетсін. Бір рет. Рашид пен Жанар бақытты болсын. 9 ай 10 күннен кейін екеуі тағы бір немерелі болсын. Нұрсұлтан келесі жыл үйленсін. Гүлназ келесі жыл ұзатылсын. Жанар анам 100-ге жетсін. Гүлназ 110-ға. Нұрхан 100-ге. Рашид ағам 100-ге. Нұрсұлтан нешеге толғын кеп жатыр, братчика? Тәсіна, беріп атын қазір тегін бәрін. Нешеге толғын кеп жатыр, құдай қаласы? Ау? 80-ге? Сен өмірге деген құштарлығың жоқ ау дейін, бауырым, е? Нұрсұлтан 120! Әттәсін. Бердім 120-ны саған. 120-ға барғаннан кімнің баласы екенді ұмытып қалатын шығарсың өзің, бауырым. Былай істейік. Осы отбасы енді бүгін туған туыс нағашы ең жақындарын жинады ғой. 76-ларға туысқандарға арнап бір кішігірім сыйлық дайындаған сюрприз. Қазір экраннан адамдардың сурет, кішкене отбасы былай тұрып алыңыздар. Адамдардың 76-лардың, туған туысқандардың, нағашылардың, қайын жұрттың суреттері шығады. Енді бір жас кездеріңіз шығады. Қарайсыздар,
кім екенін тапқан адамға бір сыйлық беремін. Бірақ өзін танып отқан адам айтпасын. Ең бірінші сурет экранға. Тоқта, аспа. Қол көтереміз, қол көтереміз, қол көтереміз. Ең бірінші көтерген. Тәте, жібер майысты, келіңіз тәте. Так, саламатсыз ба? Есіміз? Гүлхамар. Гүлхамал. Гүлхамар. Кім боласыз? Класстас Рашидтің. Неше жыл бірге қодыңыздар? 4 жыл. Шақыратын адам таппай қаладыңыз ау деймін. Бәрін шақыра берген сияқты. Қай қаладан келіп жатсыз? Теміртау. Теміртау. 4 жыл қай жерде оқыдыңыздар? Ленин мектепте. Кампта, я? Нешінші? Ол кісі келді ме әлде сіз келдіңіз ба? Жоқ, екеуміз бірге нулевойдан бастап оқыдық. Махаббаттың көзі түнай. Нулевойдан. Ей, жанр жүрек көрсетіп жатыр біреудің әйелі, жыным. Мәз отырыңыз. Так, мына кісі кім? Дәулет. Дәулет, кім болады ол? Класстасы. Класстасы? Бірге оқығансыздар ма ол кісілермен де? Барлығымыз бірге оқыдық. Дәулет аға, тұрыңыз орныңызда. Қайда дәкең? Дәке, тұрыңызшы орныңызда. Рахмет. Мына жерде аппақ сияқты түсіп дәке. Кішкентай кезде аппақ болған сосын күнге күйіп кеткенсіз ау деймін, братан, ә? Бір көйленке пайдалану керек сияқты. Сіз ба, сіз емес па? Сіз ба? Жібершкен. Дәулет! Так, келесі сурет. Нау кім? Нау кім? Нау кім? Орнымызда отырып айтпаймыз. Қолды көтереміз. Кім екенін тапқан адамға сразу бір сыйлық. Кім біледі? Мынау кім? Мынау кім? Ұжымдастар қай жерде отыр? Коллектив. Кім мынау? Класстастардан емес па? Точно ма, уверен ба? Кім деп ойлайсыздар? Арын деп кім айтып жатыр? Кеңші дәде, жөш майысты. Сазын çalın, sazın çalın, çalın, sazın çalın, ойнап қалың. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Разия. Разия, кім боласыз? Жанардың бөлесі. Қай қаладан? Шахтинский. Қош келіп жатсыз. Любой нәрсеге дайынсыз ба жанар үшін? Арынға ұқсатып тұрмын. Любой нәрсеге дайынсыз ба десем, арынға ұқсатып тұрмын дегенсіз? Дайынсыз. Мынау кімге ұқсатып тұр? Арынға. Қай арын, жаңа ағасы ма? Арын аға, тұрыңызшы ғане. Анау японец, мынау қазақ болып тұр ғой, етеді. Арын аға, сіз ба? Сіз емес па? Ақ ботам, ал енді қошаман. Тәтеу! Артыңызға қарамаңыз, тәте. Артыңызға қарамаңыз. Кім біледі? Жөш, кеңші аға. Кеңші. Көк шиколик, исламдарда sevgimizdir ақ шиколик. Екеуіңіз де келе беріңіздер. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Темірхан. Темір, кім боласыз? Әрекенің коллегасы. Коллегасы? Қай жерде жұмыс жасайсыздар? Қазминерал Ақтоғайда. Ау? Қазминерал Ақтоғай. Кім бұл? Боровик. Бурильчик. Екеуміз WhatsApp-тан сөйлесетін сияқтымыз негізі бар ғой, бата. Сіздің есіміңіз? Менің есімім Жамбыл. Сізбен де WhatsApp сияқты бір атам бар ғой, екеуіңізбен да. Кім деп ойлайсың аксыны? Мына Рашидтің інісі Адок шығар. Інісі Адок. Сіз кім деп ойлайсыз? Айтпаңыздар. Сіз кім деп ойлайсыз? Темірхан. Өзіңіз ба? Жас кезіңізде красавчик болған екен саға. Темірханды өзіңіз деп ойлайсыз, я, наксыны, я? Жібешка, өзі ма, өзі емес па, бір көрейік. Пожалуйста, тәке, Темірхан ағам. Не? Тәке. Құлағыңызда бар екен, тәке, бар ғой, ұрса болып тұрмыз. Так, стоп. Үшінші сурет шығар. Мынау кім? Қол көтереміз.
тәте жоқ, отырып айтуға болмайды. Қол көт тәте келіңіз. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да қаршамай, аяқ қолың талсадай, жұлқынып бір билейіп, шаң шығарып ортадай. Так, саламатсыз ба? Есіміңіз? Дина. Дина, кім боласыз? Құдашасы болам. Қыз бердіңіз, алдыңыз? Жоқ, мен деген Рашид құда бала болады. Жанар құдаша болады. Менің келіннің сіңілісі. Сол сұрап атма, қыз берді ма, алдыңыздар ма деп. Бір іш пістірметін елеген. Менің інімнің келіншегі. Отыршы тәте бір сөйлесейік. Сіздің ініңіздің келіншегінің сіңілісі болатын кісі, иә? Сіз получается бұл кісіден қыз алып отырсыздар ғой? Иә. Сол. Қай қаладан келіп отырсыз? Степногорск. Осы той үшін ба? Осы той үшін істейтін жұмыс жоқ па тәте, не қылып жүрсіздер айналайын? Но кім деп ойлайсыз? Ағымбай. Ағымбай? Ол кім ол? Менің інім. Босында ма? Иә. Кәне Ағымбай ағам. Ағымбай! Ағымбай! Ағымбай ма, бір көрейік кәне, ашыңыздар суретті. Пожалуйста, Ағымбай! Молодец! Ініңізді бірден тауып қойдыңыз. Так, стоп. Келесі сурет. Бақырмаймыз, қол көтеріп айтамыз. Келіңіз тәте, келің. Оксана. Сіздің есіміңіз? Света. Света, кім боласыз? Нағашы қарындасым Рашидтің. Нағашы қарындасы, иә? Қай қаладан? Теміртау. Теміртаудан келіп жатсыз. Мына кісі Оксана деп жатсыз. Оксана бұл кісіге кім болады? Бөле болады. Бөле, осында ма? Иә. Кәне Оксана ханым. Оксана, сен вообще өзгермегенсің ғой, Оксана. Жаным, мынау Оксана ма, көрейік кәне. Тексеріп алайық. Рахмет. Жаным, мына жерде бір өмірге түгел тұрған сияқтысы бар ғой, Оксана тәте. Мынау сізге, пожалуйста. Молодец, тапты. Рахмет. Так, келесі сурет. Мынау кім? Кім білет, кім? Кеш, братан, кеш. Сен өзгерді едің. Аға билет. Сезімім сағаннан. Аға билет. Мен саған ғашық едім. Бірінші маған. Так, ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Мади. Мади ағам. Қай қаладан келіп жатсыз? Қарағанды. Қарағандыдан. Кім боласыз? Бөле болам. Рашид ағамның родной бөлесі. Туған бөлесім. Туған? Қалай осында? Бірге туылғансыздар ма, или қалай? Бірге туылғанбыз. Ұқсап тұрсыздар екеуіңіз бірге туылғандарыңызға. Так, мынау кім? Арым бөле. Арым бөле, осында ма? Осында. Арын ағам қайда? Әнес. Арын ағам ба, арын ағам емес па? Бір көрейік. Пожалуйста, арын ағамыз. Міне, мынау сізге. Бөлені тапқаныңыз үшін бөлені. Так, стоп. Енді достар жағын жақсылап қараңыздар. Келесі сурет. Мынау кім? Жоқ. Қол көтереміз. Қол көтереміз. Кеш аға, сіз айтып отырсыз ғой, кел. Alvan güllerin alıp Atrafınca nazarlar salıp Тез өтіп кеттіңіз ба дедім ғой ғана жерде. Өтіп кеттіңіз. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Бақтияр. Кім боласыз? Досым Рашид. Класстас лебі өмірден тапқан? Досымын. Өмірден тапқан ба? Қай жерден тауып алдыңыз? Осы жерден Теміртаудан. Аға, қолынан ұстамақшы, жыны, еркек адам қолынан ұстамақ бір түрлі болады екен атаңа. Так! Мынау кім? Адон. Рашидтің ең кішкентай. Адон? Кім? Рашидтің ең кішкентай? Кішкентай інісі. Ең кішкентай. Кәне, Адон қайда? Ең кішкентай інісі қайда? Айтпаңыз. Өзі білет, айтпаңыз. Адон жоқ па? Сіз точно доссыз ба? Иә, досым. Мынау туысқандар жағынан емес негізі. Бұл досы конкретно досы. Мында. Білмейсіз ба? Водитель подъехал. Круто поверните направо. Таксиіңіз кеп тұр, қайта беріңіз аға.
Кім білет? Кім? Қайсысы? Достар, кеш аға. Кеш. Кеш аға. Ассалаумағалейкум аға. Есіміңіз кім? Стоп. Ау. Сакен. Кім боласыз? Рашидтің досымын. Класстас па, өмірден тапқан ба? Өмірдегі досым. Неше жыл болды дос болып жүргеніңізге? 30 жыл. 30 жыл? Күн қатты түсіп отыр ау деймін аға көзіңізге да. Зрениенікі ма? Мынау сіздердің достар жақтарыңыз. Өздеріңізбен араласатын кәдімгі. Кім? Қайырбек. Қайырбек аға? Тұрғышқа орныңыздан. Сен Қайырбек аға, сізді өзгермепсіз әлі. Красавчик екі сияқтысыз бар. Қайырбек ба, көрейік кәне. Қайырбек! Пожалуйста, маңыз аға, таптыңыз. Молодец. Так. Келесі. Нағым. Қол көтереміз. Тәтекеңізші. Жібер маэстро. Тәтекеңіз. Стоп. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Лиза. Кім боласыз? Нағашы апасы болам. Нағашы апасы. Қай қаладан? Қарағандыдан. Кімнің нағашы апасы? Нұрхандардың ба? Рашидтің нағашы. Рашид ағам нағашы апасы. Мынау кім? Нұрхан. Қай жағынан танып қойдыңыз? Кішкентай кезінен білем, құлағынан тауып. Құлағынан? Нұрхан ма көрек кішкене? Пожалуйста, Нұрхан. Мынау сізге. Так, келесі сурет. Енді той елер аспа. Кім білет? Тәтекеңіз. Жібер маэстро. Так. Отқандар айтпаймыз. Стоп. Так. Саламатсыз ба? Есіміміз? Фарида. Кім боласыз? Жиені. Рашид ағам жиені. Қай қаладан? Астанадан келіп жатсыздар ма? Қош келіп жатсыздар. Мына бала кім? Мадияға. Кім болады ол кісі? Бөлесі болады. Рашид ағам бөлесі ма? Қане Мадияға осында ма? Мәке. Көзіңіз әлі өзгермепті, Мәке бар ғой. Мәкең ба, Мәкең емес па? Бір көріп алайық қане. Пожалуйста, Мәке. Алыңыз. Тойдан тоқтай, сізге жұқсты болсын. Так. Ең соңғы фото, последний фото кім табат? Қомақты сыйлық болады. Келесі сурет. Кім? Кім? Жоқ. Мынау кім білет? Гүлбазар апа? Кім ол Гүлбазар апа деген? Рашидтің апасы? Осында ма? Қане Гүлбазар апа? Шаштарыңыз ұқсайды екен. Тихо. Айтпаңыздар. Ең қиын сурет болып тұр бұл енді. Енді бір подсказка берейін. Класстастар жағына мұқият қараңыздар. Кім білет? Қол көтереміз. Кім білет? Класстас. Ең жақын класстасын деген. Кім білет? Келіңізші дәде. Жіберші маэстро. Рахмет. Бұл кісілерге подарок атпасаң билемейді бұл кісілер. Так, есіміміз? Танымгүл. Рашид ағамның? Класстасымын. Тамдыда, Мұрынтауда? Тамдыда. Неше жыл? 4 жыл. 4 жылдан кейін кетіп қала бергенсіздер ма? Не қастырсың ба? Сіз кетіп қалғансыз ба? Получается 5-тен 9-ға дейін Мұрынтауда оқығансыз ба? Мұрынтаускилар қайда отыр? Мұрынтаудың жігіті. Сіздермен оқыған, 5-тен кейін бар. Болды. Так. Мынау кім? Менің класстасым Алия деп тұр мен. Алия? Осында ма? Иә. Қане Алия ханым? Алия!
Мынау сен ба? Жаным, Әлия ма көрейік кішкене? Әлия! Әне! На сізге, пожалуйста. Енді барынша айтыр, Рашид ағам осындай жақындарының кішкене естеліктер істеп сондай қылып отыр. Енді мен бір байқағаным, мында Мұрынтауский кластастар, Тамдинский кластастар, өмірдегі достар, сосын туысқандар, нағашылар, я? Былай істейікші, мына жақта отқан кімдер? Полный туысқан нағашылар ма? Мына жақта кластастар, я? Так, оң қанатта отқан 76-лар, көңіл күй қалай? Стоп, әй! Көңіл күй деген мынандай болу керек. Туған туыс нағашылар, көңіл күй қалай? Пожалуйста, 76-лар көңіл күй! Тамдыда оқып жүрген кезде тепсе темір үзетін жігіттерден болатын еді ғой бір. Қазір 50-ге келсе де өз-өзін қайтпай, мойынсынбай, Тамдинскийлардан бар ма? Кім бар Тамдыдан? Сенетіндерге кім бар? Қайсысы? Дәулет па? Дәулет братан қайда? Мұрынтаускийлардан кім бар? Мұрынтаускийлардан. Кім? Мұрынтауды тепсе темір үзіп ұстайтын жігіттерден. Бәрі ұстайды. Кім? Қайсысы? Кім? Күші кетпеген? Қайырбек. Қайырбек братан. Кешір. Қайырбек аға. Ендегіде 2 XL алыңыз көйлегіңізді, атылып кетейін деп тұраға. Так, бажаларыңыздан бар ма? Қайын жұрт жақтан кәмінгідей жігіт, кластас болса өзің кластас шығар, атак бажамның тойында мен любой нәрсеге дайынмын дейтіндерден кімдер бар? Бажам Ағынбай бар, жалғыз жатыр. Ағынбай деген бажаңыз ба? Ағынбай аға, жібер кеттік маэстро. Кеш аға. Тұрып алыңыз, бажа. Сосын, мына жерде туған туысқандардан, кәм, ағаңыз, ініңіз, қара тамырлар үшін до конца деп отқандардан бар ма? Арекен қайда? Арекен бар, до конца ұстайтын. Отырған Арекен? Ане тұр Арекен? Стоп. Міне Мади бауырым кетір. Мади? Аде, тұрып алыңыз Мади аға. Тамдинскийлардан келді ма жаған, дәкең? Кәм, ұстайтын күшті, білегінде күші кетпеген жігіттер керек. Ол жоқ екен, Ғалымжан. Ғалымжан аға. Ғалымжан аға. Ұстап қалдым бірақта. Ғалымжан аға. Так, тұрып алыңыз Ғалымжан аға. Сосын мына жиен бөлелер жақтан біреуін шақырайық. Күші мықты тұра алатын. Нағашымда бөлемнен Мади шақырайын. Бөледен Мади. Мади! Мади, брат, кекс. Так, жігіттер, 2 қадам алға шығыңдар. Жігіттер, 2 қадам алға. 2 қадам алға. Келіңіздер. Кім? Кетінде шығар, Серікті. Серік кім ол? Коллектив. Сәке! Сәке, ұжымдастар. Кеңіз, Сәке. Серік ағам. Сәке кеңіз. Сәкең. Так. Сәке, неше жыл бірге істеп атсыздар? Неше жыл бірге істейсіздер? 15. Айта салды бұл кісі да айтып. Так. Бөлелер, жиендер жақтан бір кісі, Тамдинскийлардан бір кісі, туған туысқандардан бір кісі, Мұрынтаускийлардан бір кісі, бажалардан бір кісі, коллективтен бір кісі. Біздердің командадан адам шықпай қалды деген кісілер бар ма, жоқ па? Бәрінен шықты ма? Тамдылықтар болса қол соғып жіберіңіздер, Тамдыға. Тамды. Кімнен шықпады? Оразбай шығар. Оразбай? Оразбай! Оразбай ма, Қоразбай ма? Жол беріңдер, қазақ сұлтандары келе жатыр. Рахмет. Оразбай асыз ба? Так, негізі, братан шақырғым келген, сіз бірінші орын. Рахмет. Жиен бөлелерге қол соғып жіберіңіздер. Мәди ағам. Жиен бөле. Рахмет. Тамдинскийлар кім?
Жиенді шақырайын. Жоқ, бар ғой уже. Жиен бөлелерден бір кісі бар. Ол бөле? Жоқ, жиен бөле бәріне осы кісі шыққан болсын да. Иә. Жиен бөле болсын. Тамдинскийлар қол соғып жіберіңіздер. Тамда 76-лар. Так. Қара тамырлар, туған туысқандар бар ма? Қол соғып жіберіңіздер ал. Қара тамыр. Мұрынтауский класстастар. Мұрынтау. Так, бажа. Қайын жұрт қайда? Қайын жұрт. О. Коллектив. Нормально. Өздермен. Мынау өмірден тапқан достары. Оразбай ағам, өмірден достары. Так. Ең бірінші коллектив. Ажаға шығыңыз. Коллектив ажаға шығыңыз. Коллективпен бірге сіз негіз қай жерден боласыз аға? Қарағанды? Местный? Местный Қарқаралы. Енді Қарқаралы осы Қазақстанның тумасы ма? Тумасы. Мұрынтаускийлар шықсыншы, Мұрынтау. Ажаға кетмеңіз. Мұрынтауский, арқанды алып кел. 50 жаста кімнің күші мықты екен бір тексеріп алайық. Так. Мұрынтаускийлар қол соғып жіберіңіздер ал. Ажаға қарабаңыз. Рахмет. Ажаға қарабаңыз. Ажаға қараңыз. Мынаны киіп алыңыз. Қолыңызға киіп алыңыз. Так, Мұрынтау. Көрейік. Мұрынтау, Тамды, Қарқаралы, Жиен бөлелер. Ортаға реттеңіздер. Асықпаңыз, тоқтаңыз аға, тоқтаңыздар. Мұрынтау, поддержка бар ма? Мұрынтаускилар. Стоп. Коллектив. Жан, бір өзі отыру ана жерде. Нормально, братан. Так, жігіттер. 50 жастағы күш білекте ма, жүректе ма бір тексеріп аламыз. Гран-при суперпризге ең қомақты сыйлықты сіздерге береміз. Коллектив дайын ба? Мұрынтау дайын ба? Каз, аға, тоқтап тұрыңыз. Так, бір. Мұрынтау қол соғамыз. Коллектив қол соғамыз. 1, 2, 3. Старт кетіға. Елім дегендер қамын жегендер адал көргендер намысы. Мұрынтау қол соғамыз ал. Мұрынтау. Арышын қайрағандар қазақтың бағышын. Так, Мұрынтау қайта бер. Мұрынтау қайта бер. Тұрмаңыз, коллектив, тұрмаңыз. Так, Тамды. Против. Мәке. Туысқан. Көріп алайық. Ажаға тұрмаңыз. Киіп екі қолды. Так. Тамдының намысын қолдан бермеңіз, братан. Тексеріп алайық. 50 жастағы қыз жігіттердің білегі. Ал, Тамды қол соғамыз ба? Аспа, братан. Ал, туысқандар кет. Елім дегендер қамын жегендер. Стоп, ей. Қайта бер, братан. Қайта бер. Тамды тұрып ал, финалдасын. Жиен бөлелер. Мәке. Бажа. Жоқ, болмайды. Орын бере салайын, анау, мынау. Так, бөлелер бар ма? Ал, көрейін, бісміллә. Бажа дайын ба? Бір көрейін, бісміллә. Елім дегендер қамын жегендер адал өрендер намысы қайнағандар ел үшін арышын қайрағандар қазақтың бағышын. Бажа қайта берейін. Мәке, сұрасын, финалдасын. Оразбай аға, бөле қаласын. Денсаулығым жарамайды да, ана жарам бар шығады. Сен біреуді қасақаттық кетейін деп тұрсың ғой, братан? Жоқ, Оразбай деді ғой. Ағам ба? Аға келс. Аға бергел. Яттастар. Коллектив. Ке бергеңіз. Ұжымдастар, өмірдегі достар.
кім жеңеді? Так. Дайын ба, братан? Аспа. Аржа қарап тұрыңыз. Өмірдегі достары и коллектив. 15 жылдан бір. Аспа, братан, аспа. Ой, братан, аспа. Ой, братан. Ой. Стоп, ой, тоқта, ой. Асықпа, тоқтасай, санайықта жынды ма? Аржа қарап. Бір. Сіз аржақ қарабаңыз, дос, аржақ қарабаңыз. 1, 2, 3. Елім дегендер қамын жегендер адал өрендер намысы қайнағандар арышын қайрағандар қазақтың бағышын сақтан алашым иманың жиғанын. Болды. Базар жоқ шымыр екенсіз. Мынау сізге. Қайта беріңіз. Так, 3. Өмірдегі дос алғашыңыз тамды бөле. 3 еу қалып тұрақтап тұрыңыз. Там бірінші бөлені шығарайық. Бөле. Алғашыңыз. Жоқ, бері салу деген болмайды. Так. Рахмет. Братан, объемына жараса өзің ұрып жібер. Мынау сізге. Ай. Так. Стоп. Ал, финал. Бөлелер мықты дейтіндер қол соқсын. Бөле. Одесска, онша емес бөле что-то. Достар, 76-лар бар ма? Дайынбыз баға? Мәке, дайынсыз ба? Сізді аяйын деп тұрған жоқ, Мәке. Так что? Бір. Ағас, аржаққа қарабаңызшы. Стоп. Тоқта. Ағас, аржаққа қарабаңызшы. Ойынды шартын бұзбай. Я, мынау правила емес. Дұрыстап, мына жаққа тұрыңызшы. Рахмет. Мынау түзу жолда жүре алмайды-ау деймін, негізі. Түп түзе тұрсаңшы жаға. Так, Мәке, 1, 2, 3. Елім дегендер қамын жегендер адал өрендер намысы қайнағандар ел үшін арышын. Стоп. Жеңілген көр. Ал. Сен денсаулығым жоқ деп өзің ұрыс шығара береді екенсің, а? Жоқ, братан, бол. Қайта беріңдер, братан. Мынау сізге. Аға, мынау сізге. Так, Мәке. Так. Оң жақта тамды, мына жаққа тұрыңыз. Сол жақта жиен бөлелер. Ал, тамдылықтар, енді бір қолдау көрсетіп жіберіңіздер ал. Іріктеліп 3 жігіттен 7 жігіттен 2 жігіт қалды. Жең аласыз ба, братан? Алла қаласа. Алла, иншалла. Дұғадамын, братан. Жайлап тартасыз оға. Жеңейін деп тұрып. Бір көріңіз, бірақ. Сіз братан жеңеді, бәрін жеңіп тастамасыз, что-то бар ғой. Тамды жоғарға шығамаңыз. Так. Тамдының күшін көрейік бір. Бісміллә. Мәке. Мәкең мықты ма, әлде тамдылықтар мықты ма? Тұрып алыңыздар. Мәке, тұрып алыңыз. Тамдының қыздары бір қол соғып жіберіңіздер. Бісміллә. Рахмет. Мәке, дайынсыз ба? Дайын. Тамдылықтарға не тілейсіз? Сәттілік. Бүйтіп тұрмаңыз, шағасыз. Дайынсыз ба? Дайын. Жиендерге не тілейсіз? Сәттілік. 1, 2, 3. Елім дегендер қамын жегендер адал өрендер намысы қайнағандар ел үшін арышын. Стоп, жігіттер. Жабылуға болмайды. Жоқ. Мәке, бір көрейік. Мәке, әділ ойнайық та. Әділ болсын. Мынау емес.
Ұстамайды, қолмен ұстамайды. Қолмен ұстама, қолды былай ұстамақшы. Қол ұстамаң, қолмен ұстамасын. Так, жабылуға болмайды. Кішкене артқа қайтайық. Стоп. Так, жабылып кету жоғынан тамдылықтар. Керек емес сондай нәрсе. Тыныштық керек. Қолмен ұстамаңыз. Атаң әлі тамның жігіттерінің бәрі тұрды алына жерде. Баяғы тойды еске алып жабылғысы кеп тұр деймін бұлар атаң әлі. 1, 2, 3. Елім дегенде тамын жегенде адал өрен мысы қайнаған ел үшін арыз қайратын қайрағандар қазақтар үшін сақтан қалашын иманың жиғанын байқа аңғалым жарқылар жанашырды досылар жаманды әзәзіл аярлар бар айырар арамды. Тамды отты дейтіндер қол соқсыншы, тамды. Жиен бөлелер отты дейтіндер қол соқсын. Келекеміз домбыра Рахмет. Өзіңіз тойдың ақсақалсыз. Тамды жеңіске жетті ме әлде жиен бөлелер ма? Екеуі тең болды. Бірінші бөле тартып кетті, одан кейін шобдарлар тартып кетті. Шобдарлар? Иә. Ашпай кетті ғой бұлар. Мен түп нағашыларым. Анау мен бөлем. Давай, кімнің жанкүйері көп соған бас жүлде? Тамды! Жиен бөлелер! Жиен бөлелер! Тұтылып қуанғанда күлкімнен төлбірген Рөңгіп салардың аттарындай мінезім бар таулардың қатпарындай. Коробкасын біреуге, мантықазан біреуге берейін ба? Бұлай істейміз. Түбі, Рашид ағам күнде той істей бермейді ғой. Мына тойда шашылмағанда қашан шашыламыз атасын әлі. Бұйырса, тамды жиен бөле деп бөлінбей, тамдыға бір мантықазан, жиен бөлеге бір мантықазан берем. Жанымды мұң деп атырма, бір сағат деп атырма, сен алыста, мен алыста. Осылай әділ болады деп ойлаймын, я? Бір мантықазан тамдыға кетсін, бір мантықазан жиен бөлелерге кетсін. Кетсіңіз ба? Байлық тола даласы, ілемпазлар қаласы, қара қалпақ елінен мен беруни баласы. Байлық тола даласы, ілемпазлар. Негіз туған жер қай жер, братан? Мұрындау. Ойба, Мұрындаулықтар түгелегенсіздер ғой онда сіздер, ә? Мұрындауға бір мантықазан, тамдыға бір мантықазан. Ризасыздар ма? Аға, құтты болсын аға. Стоп. Я, ойын керемет болды. Бәрі жақсы болды деп ойлаймын. Ерте мантыға келіңіздер, манты жейміз. Ойбай. Керек емес деп алып бара жатыр, бұл кісі да пысық. Өзбекистан, жүргім менің, Өзбекистан, фахрым менің. Ойбу, анау қираттау. Ойбу, братан. Тамды дегеніміз қақта қалды, братан. Нормально, құтты болсын. Енді ана жақтың да көңіліне тимейік, мына жақтың да көңіліне тимейік деп, негізі шын күш атасын танымайды деп, шын жеңген Мәкеңе бір қол соғып жіберіңіздер. Шын Мәкең жеңді негізі. Мәке, құтты болсын. Рахмет. Енді былай істейік. Баршамыз билегіміз келіп отыр, мен түсінем, бірақ мен асабаның алаңына бүкіл қара тамырларды, туған туысқандарды шақырайын, бір тілекті солардан тыңдайық, содан соң барып, баршамыз ортаға шығып бір сағат билейік. Жақсы, айтады, асықпаңыздар. Барлық осы Рашид ағамның туған туысқандары, бауырлары, мен қара тамырмын дейтін, іні, қарындас, күйеу бала, келін, барша қара тамырлар асабаның алаңына ақтық келгеніңіздер. Ортаға!
Ал туысқандар, той құтты болсын. Араларыңыздан қысқа нұсқа, жасы үлкендер сөйлейді, жастар жағы қосылады деп ойлаймын. Бір-екі қадам алға шығыңыздар, алға шыға беріңіздер. Қара тамырлар, алға. Кім бастайды? Сіз бастайсыз ба? Жасы үлкен, жол үлкен кім? Әке, той құтты болсын. Рахмет сізге де, тамадаға да үлкен рахмет. Осы қызмет қылып жатқан кісілерге де бәріне де көп рахмет. Ассалаумағалейкум. Тағы да ағайын туыстар, бауырлар. Жекжат, құда анда дейді ғой. Мына ағамның 50 жасы құтты болсын. Жасына жас қосыла берсін. Кемпірмен бірге бір жасты қартай берсін. Өбірлі шүбірлі болып көбейіп, сол адасып жүрсін да қайсы еді осы деп. Сол сияқты көп болсын. Бақытты болыңыздар. Аумин. Рахмет сіздерге. Аумин. Келесі. Кеш жарық. Рашид аға, туылған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болып, Жанармен бірге балалардың қызықтарына тоймай, үйлеріңізде тек жақсылықтар болсын. Тойға келейік, тойға болсын. Аумин. Ассалаумағалейкум. Не бүгін Рашид аға, Жанар апа, тойларыңыз құтты болсын. Рашид аға, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әр қосқан жасыңыз қуаныш бақытқа толсын. Балдарым қызығын көріп, немерелерім тойдан той бола берсін, тойдан той бола берсін. Аумин. Ассалаумағалейкум жиналған қауым. Тойға аласын. Рашид аға, Жанар тәте, құттықтаймын сіздерді. Осайынан әп-әдемі болып, әрдайым жүре беріңіздер, бірге қартайыңыздар, бала шаған қызығын көріңіздер, шөбере көріңіздер, соған жатсын. Сол тек үйлеріңізде қуаныш болсын, бақ-береке болсын, ағатай істеп жатқан жұмысыңыз табысты берекелі болсын. Көріп отырмын қаншама достарыңыз сіз жаман адам болсаңыз, ондай осыншама адам достарыңыз жиналмас еді. Адам достарына қарабайды дейді ғой, өз жақсы адам болса, значит, ода жақсы адамдар арасында достары бар деп. Сол той қаласын, құттықтаймын. Аумин. Тілек қабыл болсын. Қыздар қосыламыз ба? Қош құттық. Бауырларыңызбен бір суретке түсіп алыңыздар, сосын сый сияпат тапсырып орындарыңызға жайғасыңыздар. Ал сый сияпаттарыңызды тапсырыңыздар, бауырлар. Қазықсыз айналып, қолдарыңнан сенің ұстап тұрып, мәңгіге байланам. Сенсіз мүмкін емес, күн емес, ай емес ай маған. Қолдарыңнан сенің ұстап тұрып, сен жайлы ойланам. Рахмет. Так, Рашид аға, мына 76-лардың бәрі бір билегісі кеп отқан сияқты. Мен беш бармақтың батасын алайық. Асылхан деген ағам бар ғой осында, Асылхан ағам отса, сол Асылхан ағамыздан еттің батасын алайық та, сосын барлық 76-ларды биге, үлкен кісілердің барлығын шайға бір сағат ортаға биле баса. Өлең айтады, екінші столдың басында айтады. Асықпаңыздар, айтқызамыз, әлі той біткен жоқ, асықпаңыздар. Так, Асылхан ағамнан еттің батасы болсын, потом 76-лардың барлығын ортаға бір сағат биге шығарып алайық, бойларындағы мастықты бір жазып алсын. Асылхан аға, келем өзім. Келем, Асылхан аға, өзім келем. Келдім. Отыра беріңіз, отырып бере беріңіз батаңыз. Отырып алыңыз. Отыратын мен кәрімеспін ғой. Болды, аумин. Бәрі мені таниды. Мұрталықтар бар, шыңғылықтар бар. Ұстап тұремен микрофонды. Не қылдейміз? Той бітіп жатыр ма? Жоқ, биге. Алла. Міне құрметті қонақтар. Тыныш. Бәріңді байқап отырмын, Құрметті қонақтар. Міне бәріміз сыйлап, осы Рашид мен күйеу бала деп айтпаймын, бірақ енді мен өзім әлімбет, қарындасым әлімбет, күйеу бала деп айтамыз ғой. Енді күйеу бала деп
үйге келеді не қылады о тәрбиелеп алдымызда тоқтасай батаны қоя тұршы. Иә, астың батасын берсін, Құранның батасын берсін. Иә, бәрін осы тойға сыйластық, сіз біздік болып келіп отырсыңдар. Иә, тілектерің қабыл болсын, бәрін мақсат мұратымызға жетейік. Осындай жасқа жетпегендер жете берсін. Әрқашанда тілектері қабыл болсын, бәрінің де, иә, тілектерің қабыл болып, осындай жетістікке жете берейік. Қуаныш күндеріміз көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын, дүниеміз тыныштық болсын. Алла қалап болсын. Аумен. Шапан жауып жіберіңіз ағамыздың. Рашид аға, мына кісіні шайға шақырып алып танысай дұрыстап, күйеу баласын ба айтсай. Ал барша 76-лардың назарына 1 сағат ортаға биге шығыңыздар, үлкен жағы шайға шай ішіңіздер. Ортаға биге.